Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге отбасымен сүйіп жейтін палаудың рецептін ұсынғым келеді. Пиязды көп мөлшерде шамамен 150 мг өсімдік майының үстінде қызарғанша қуырдым. Пиязды көбірек саламын. Содан кейін қазанға қойдың етін салдым. Бетін қақпақты жаппай, етті пиязбен 5-7 минут қуырдым. Ет қызарып, қуырылып жатқанда ортасында бір тісше чеснок салдым. Сосын зира салдым, және де осындай вегетинатурдың палауға арналған дәмқосарын қостым. Бұл дәмқосарда палауға керек заттардың барлығы бар, сондықтан артық ештеңе салған жоқпын. Құрамында тұз да бар. Содан кейін сәбізді қазанға жайып, бетін ашық отта 2-3 минут тағы да қуырып алдым. Сосын сәбіз жұмсақ болғанша бетін жауып 2 минут бұқтырдым. Менде 2 кесе күрішке 4 кесе қайнаған су құямын. Бұл жерде су құю күріштің сортына да байланысты. Әрине, бұл тағам әр отбасында әртүрлі дайындалады. Бұл рецептпен өзім 5 жыл бойы жасап келемін, сол үшін сіздермен бөлісемін деп шештім. Менде 2 кесе күрішке 4 кесе қайнаған су құямын. 1 минуттай толықтай қайнатып, үстіне 1 дана чеснок қойып, бетін жауып, 20 минут баяу отта бұқтырдым. Оттың асты бізде ең төменгі режимда тұру керек. Сосын үстіне жақсылап жуылған күрішті біркелкі етіп орналастырып шықтым. Күріш шамамен 3 рет жуылуы шарт. Менің жағдайымда сорпа күрішті толығымен жабады, сондықтан артық су қосудың қажеті жоқ. Қазандың қақпағын жаппай 2 минут күрішті жұмсақ болғанша қайнатып алдым. Сосын бетін жауып, толықтай су тартылғанша орташа отта қайнаттым да, бетін ашып, пергамент қағазын төсеп, газды ең төменгі отта 10 минутта тағы да қайнатып алдым. Күріш дайын болған кезде қасықтың артқы жағымен қазанның түбіне дейін терең тесіктер жасап, артық ылғалды буландырдым. Сосын оны ашық қалдырдым. Барлық ылғал буланған кезде қазанды қақпақпен жауып, оны оттан алып, палауды 10 минутқа қойып қойдым. Бұл оны тек дәмдіре кетеді және кішкене демалдырады. Осымен сіздерге бөліскен палау толығымен дайын. Оны дастарханға ұсынуға болады. Маған сеніммен қарап, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін.